Қайырлы күн, қадірлі ағайын. Арнада ғашық жүрек бағдарламасы. Адамзатқа тән жалпы мінездердің ішінде жігердің алатын орны ерекше. Жігерлі адам ғана тағдырдың бетпе-бет келген қиындықтарымен күресіп, әр істе саналы түрде шешім қабылдап, кеудесін тік, басын биік ұстайды. Сондай жандардың өзгеге көрсетіп отырған үлгі өнегесі мынау қоғамды алға сүйреп, азаматтарға ой салады. Кейіпкеріміздің негізгі мамандығы дәрігер болғанымен, оның композиторлық қабілеті де айрықша. Әнді аз жазса да саз жазады. Ендеше ғашық жүректің бүгінгі кейіпкермен таныс болыңыздар. Бүгін біз дәрігер, әуесқой композитор Оралбай Сатудың ерекше әлемімен таныс боламыз. Оралбай Сатуұлы 1947 жылы Қазталов өңіріне қарасты Мирон елді мекенінде дүниеге келген. Туған жерінде орта мектепті бітіріп, 1966 жылы Алматы медициналық институтына оқуға түсіп, оны 1973 жылы аяқтайды. Алғашқы еңбек жолын Алматы қаласы Іле, Қаскелең аудандарындағы ауруханада бастайды. Кейін жедел жәрдем станциясының меңгерушісі болып бірнеше жыл қызмет атқарады. 30 жылдан кейін Оралбай Сату өңір басшыларының қолдауымен елге оралады. 2003 жылдан бері өңірдің медицина саласының дамуына өз үлесін қосып, тындырымды еңбек етті. Медициналық орталықтарда қызмет етумен қатар медициналық колледжде ұстаздық қызмет атқарды. Жұмып кейде көздерімді нұр сіңген, сырласқанда арман атты тылсыммен, қу сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген. Қу сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген. Оралбай Сату бала кезден музыкаға әуес болып өсті. Ағасы Серікбайдың мандолинасын қолына алып, музыкалық аспапты меңгеруге деген құштарлығы оянды. Сөйтіп, өзі қызыққан аспабына қол жеткізу үшін сол кездегі колхоздың жұмысына араласып еңбек етті. Өкінішке қарай, серіппедей шиыршық атқан жас бала енді жігіт атанар шаққа қадам басқанда бір аяғынан айырылады. Ойламаған жерден қиындыққа тап болған Оралбай Сату тағдырдың сынына төтеп бере алды. Қас қағым сәтте екі аяғы жүруден қалса да тырбынып, қатарласынан қалмаудың қамын ойлап, жоғары білім алуды мақсат тұтты. Данышпан хакім Абай, адам ақылсыздығынан азбайды, жүректе жігер, қайраттың жоқтығынан азады деген екен. Оралбай аға басындағы қиыншылыққа төзді, мұқалмады, қайта ширатыла түсті. Десе де, тағдырдың тауқыметіне мойымай, қиындықты мойнымен көтерген Оралбай ағаның жанарында өмірге деген құштарлық оты маздайды. Оның мамандығы дәрігер, бірақ өмірі өнермен өрнектелген. Қолына қалам алып, өлең жазып, ән шығарды. Өлеңдері мен әндері Темірқазық, Аққулар айы, Жыр шипа кітаптарына топтастырылып жарық көрді. Әндерін Ғариполла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның әншілері Қанатқали Қожақов, Раскелең Қайсағалиев, Майра Хайдаровалар репертуарларына енгізіп шырқап жүр. Оралбайға, бүгінгі студиямызға қош келдіңіз. Жалпы адам енді ақын жанды болып қалыптаспайды ғой. Адам ақын жанды болып туады. Сіз өзіңіздің жан дүниеңіз осындай рухани дүниеге бай бола тұра, неге осы дәрігерлік мамандықты таңдауыңызға жаңа себеп болды? 50-60-70 жылдардағы жастардың арманы ұшқыш болу. Ол кезден біздерде спортивный секция дейтін ондай ештеңе болған жоқ. Арбаның дөңгелегін, діңгегін жерге қадап қойып, сол дөңгелектің үстіне тұрып, айналып, бас айналмау керек қой. Бірінші сол болу керек дегесін сөйтіп жүрдік. Сосын енді өзен судан шықпаймыз. Қазталовкының Қошанкөл дейтін ауылында. Сол судың жағасында отырып алып тұрып, жаңағы балаларменен мен бүйтем, сөйтем деп, баяғы жаңағы
армандап жүрдік. Енді бір жағынан ағамның, Серікбай дейтін ағам қазір бостандықта тұрады, сол мандолин алып келді. Сол ана мандолин алдында домбыра тартатынмын кішкене. Сол мандолинге қызығып, соны әлгі анда сол аспапты меңгеруге құштарлығыңыз артқан екен ғой. Сондай болды да, соны меңгердім. Магазинімізде біздің дүкендің сөресінде хромка дейтін не тұр? Гармонь. Енді анау ол кезде артистер келеді. Бибігүл Төлегенова, бастап келген адамдар, солар келгенде құйқыл жұтып баянды ойнайтын кісілерді көріп, соларға шіркін-ай осындай болсам деген тағы бір арман туып, жаңағын алайын десем 40 рубль дейді ол кезде. 40 рубль мен түгіл әкемде де жоқ, ол кезде колхозда. Соған барып тұрып жаңағыны қалайда ақша табу үшін, анау 7-ші класты бітіргеннен кейін неге түстім? Жаңа синокос дейді, шөп шабу жұмысына, пішен шабу. Соған бәріміз өзімнің класс 7 бітірген балалардың бәрін ұйымдастырып алып барып, соған жұмыста жүріп, содан жаңағыдай енді авария болды. Былтырғы шөп шауып отырген жерде негізінде не тастамау керек, темір. Біреулер темір тастап кетті де, ана жаңағы шапқыш барып тұрып, жаңағы қақалып, содан аударылып, бір аяқты түгеліменен біреуін жартылай кесіп лақтырып кетті. Содан операция жасады, сонда көріп жатыр, мынандай үстіндегі отражатель дейді ол. Содан көріп, енді сосын басқа амал жоқ, мен дәрігер болып, осындай ерлік жасасам, адам өмірін сақтап қалсам деген, сонда дәрігерлікке сол ғашық болдым. Сол кезде сол қиындықты сізді жеңуге кім көмектесті? Енді әкем ұрсатынды, нашар бала болдың ғой деп ұрсатынды. Негізінде анау балдақпенен мектепке барып келіп жүрген кезде, кішкентай балалар, үлкендері енді көңіл бөлмейді, кішкентайлары андан қарап тұрады да, мен қыстың күні балдақ неге кіріп кетеді қарға, батып шығып мектепке қатсам, алғы бір құбыжық көргендей, сөйтіп жүргенде, ой, бармайым деп кетіп қалатын. Негізінен соғыстан кейінгі балаларымыз ғой. Домаланып келген, соғыстан келген адамдар магазиннің қасында жетатын. Кастельяны жақта, өздері бір жақта, соны неужели осындай, мен де осындай боламау түбі деп, соны болмадым. Сөйтіп, сіз Алматыға барып, Алматыдағы енді қазіргі Асфендияров атындағы жоғарғы медициналық университетіне оқуға түскен екенсіз ғой. Сіз енді Казталов өңіріне келсеңіз, Мақсұт ағамыз сол медициналық институтқа Сырым ауданынан келіп, сол жылдары сол оқу орында танысқан болып тұрсыздар ғой. Мен 65 жылы Ақтөбе медицина институтына емдеу факультеті түскем. Содан тағдыр ғой. Мынау Оралбайдың жерлесі біздің досымыз екеуміздің. Абубакир Бекет деген жігіт қазір Алматыда. Сол жігіт келді де айтты, Мақсұт, Алматыға барып оқисың ба деп. Қалай Алматыға барып оқимын? Сөйтсем, ол кезде біздерде батыста провизор деген мамандық, стоматолог мамандықтар болған жоқ. Соның ішінде қазақтар болмады. Сөйтсем, Алматы мединституты келіп, жаңағы конкурс өткендерді стоматология және фармация факультетін алып жатыр екен. Содан документімді Алматы мединститутына ауыстыра қойдым. Таңертең келсем бұйрық тұр. Төменгі абитуриенттер Алматы мединституты студенті деп. Содан бірінші сентябрь күні Алматыдан барып бір шықтым. Сол кезде біз қатар бірге оқыдық, бірге жүрдік. Өте жақсы араласып тұрдық. Біз енді оралдықтар ол кезде аз болды. Мен ғой, мынау 86 жылғы көтеріліс болды ғой. Сол бірінші көтеріліс 65 жыл болды Алматыда. Сонда біз бірінші рет қонайтын кезде көтеріліске шықтық. Біз өз тілімізді неге оқымаймыз деп. Соның арқасында біз 6 ай бір семестр қазақ тілінде оқыдық Алматыны. Бірақ та артынан кітап жоқ, мұғалім жоқ деген Есет Сұлтаумен біз жауап жасадық. Оралбай бірінші бітіргеннен кейін Оралға келді. Жағдайларға байланысты Алматыға кетіп қалды, столицаға. Сол Алматыға барғанда бұл көптеген жұмыстар жасады. Жай дәрігер болды, дәрігердің орынбасары болды, емдеуші жөніндегі. Бас дәрігер болды. Көп жыл өткеннен кейін біз қайта кездестік. Мен кездесіп, жерлесімді елге шақырды. Сонымен бұл менің сұрауым бойынша елге қайтып келді. Мынандай бір сөз бар. Дәрігерменен ұстаздың алдында
кезекпе кезек киіп тұру үшін адам баласына Алла тағала екі тізе берген деген. Ол әрі дәрігер, әрі ұстаз. Ол өте тамаша жаңағы оқытушы болды. Студенттер арасында үлкен авторитеті болды. Әсіресе салауатты өмір салтын насихаттауда көп еңбек етті ғой. Соның ішінде мынау студенттерді. Сонымен бұл әрі дәрігер, әрі ұстаз, әрі жаңағы ақын, әрі сазгер. Жаңағы әндердің ішінде колледждің гимнін шығарды. Кейбір жаңағы өлеңдері республикалық қорға еніп жатыр. Сол досыммен мақтанамыз. Мұқағалидың өлеңдерін оқығаннан кейін барып тұрып, бұл өлеңнің не екенін түсіндім. Өзіміздің аурухананың несі атандым. Ақын сымағы, сол ойыма не келеді, соны жазып, сөйтіп жүріп, содан кетті, жұрттар келетін болып, әжем 80-ге толып жатыр, аты Әмина. Ойбай, анаған мынандай керек, анаған мынандай керек деп сондай сұрағанға, соны жазып, кәдімгі нетіп жүрдім. Соны бір күні біздің ауруханаға жарасқан Әбдірашев түсті. Біздің басшымыз, ол кезде мен замы болдым, соның орынбасары. Садуақас Үмбетәлиевич дейтін, қазір клиникасы бар Алматы қаласында. Сол айтты, сен жарасқан кітаптарын бер, маған ұнайды, бірақ анау 13 жасынан бастап ақын болған, ол саған нағылдар екен деп. Бір 2-3 күннен кейін кабинетке өзі келіп, шашы былай нетіп ұстаған кісі келіп алып тұрып, мынауың сенің оқып шықтым деп, жаңа қол жазбамды қойып, содан кейін түзетіпті кейбір жерлерді. Негізінен мынаны кітап шығаруға болады деп. Сен дәрігер ақынсың деп, өмірімде ол мен біреу ақын деп атайды деген ойым болған жоқ. Содан жаңағыдай мынаны жаңа Садуақас Үмбетәлиевич алды да кітап етіп шығарды. Бұл қай жылда? Жыл шипа, 99. Тақырыбы қалай жақсы қойылған, е? Содан бұның енді қазір өзім қарап отырсам, кейбір жерлері шикі. Сосын алғы құласаң түйден құладып, Тұманбай Молдағали ол кезде Балдырғанның редакторы. Соған мынаны оқыңызшы деп бүйтіп қайтты, очкиін киіп бүйтіп қайтты, сосын жарайды деп салып. Ол дерт деді, адамға берілетін бір дерт. Ол дертті біреу жазба демейді, оны сен қоя алмайсың бәрібір. Саған сондай бір дерт жұққан екен, соны жаза бер, сосын алып келді. Кейде бір жаныңды да жұбату үшін бір рухани көмектің ауадай қажет екендігін түсінесің, сол кезде сіз жаңағы қолына қалам алып өлеңге бар сырыңызды ақтарған екенсіз ғой. Мен мына Орал педагогикалық институтында оқығам, соның ертеде кең профильді деген мамандық, әдебиет, тарихты қатар оқыдық. Содан 1964 жылдың күзінде Оралбай оқыған мана 11-ші мектепке практикаға қалдым. Сосын сабақ бере бастадым ғой. Енді біздер ол жаспыз, оқуымыз тіпті әлгі тырнақ шағалап айтқанда оқу қатты өтіп кеткен, тіпті белсендіміз енді. Сөйтіп жүргенде біріне бірі хабарланады ғой балалар. Сосын бұлар 11-ші класста оқиды, коридордан кетіп барсам, коридорда бастарынан асырып қолдарын көтеріп, ағай бізге келіңізші, бізге сабақ беріңізші дейді. Сосын айтам, мен ана сіздер мұғалімдеріңмен келісіңдер, мен кіріп барып сендерге бере алмаймын. Сол кісі рұқсат етсе, сұрасаңдар, қарсылығым жоқ, берем деп. Сосын бұларға сабақ бере бастадым. Осы Оралбай есімде бар, бір сары бала, ол кезде көп сөйлемейді, сондай байсалды отырады, тыңдап. Кішкене одан гөрі сотанақтау қозғалып отыратын мана Сәбит дегенді айтып отыр ғой. Сәбит дегенді білем, бұлардың бірге оқығандарын. Оларды сөйлеп өз сабаққа тапмақты болған жоқ, бірақ белсенділігі күшті. Сол хабарласып тұрамыз, жүрген жерде амандасып жүреміз. Бір жылдары сол кім Оралбай көрінбей кетті, енді білмеймін. Содан бір жылдары бір көшеде тап болдым. Өзі келіп, мен енді кішкене таныңқырамай да қалған болуым керек. Өзі келіп, ағай, мен сізді білем, баяғыда бізге сабақ бердіңіз практиканың кезінде, әлгі Чайковскийдің «Свет далекий звезды» деген кітабын, повесін талдағаныңыз, түсіндіргеніңіз есімізде қалыпты деп. Сосын бұлай тәуір көріп, ішімнен енді өзім оқытқан студент екен, оның үстіне дәрігер. Мен дәрігерлерге бір өте зор сый құрметпен қараймын, өйткені олар халыққа қызмет етіп жүрген адамдар. Сонымен бірге сол дәрігерлердің өзінің деңгейі де қандай, білігі қандай деп сын көзбен де қарап жүремін, не оқиды, не қояды деп. Сосын Оралбайдың былай
көзқарасы дұрыс, сол түсінігі мол, терең екенін түсініп жүрдім ғой енді. Бірақ оның манағыдай әлгі бір үлкен өмірден соққы көрген, тағдырдың қиын сынынан өткеннен хабарсыз едім. Осы 2-3 жыл турасында осында бір күн шуақ деген тікелей эфирлеріңіз болды ғой. Сонда 2 рет бірге қатыстық. Мынау жүректегі жазулар деген кітабын сонда берді. Сосын алдым да соны оқып тұсап, ой, шынында да біздің заманның қаһарманы. Мен өзім 12 жасымдан бісіп пішен шабуға қатысқан. Бұлар трактордың артындағы тіркеме машинкіде сенокоселка дейді, біздер сәрел дейміз, түйежегі айдаймыз. Түйені кәдімгі асау түйелерді үйретіп солай жүрдік. Біздерді сол кезде біздер жастай зорлап күштеп қатыстырады. Оралбай қайта өз еркімен барған сияқты. Біздерді күшті. Мысалы қазіргі заманда кәмелетке толмаған балалардың еңбегін қорғау туралы заң бар. Прокуратура керемет тексерулер жүргізіп шара қолданып жатады. Бізді қорғайтын адам да жоқ. Сол ауылдық советтің председателіге келіп, әкеме келіп, ең болмаған үшімаға оқуға кеткенше манағы сәрел айдасын, пішен шапсын дейді. Біздің көргеніміз сол, бірақ енді оған өкінбейміз. Бізді өмір солай шыңдады. Біз сондай ұрпақпыз. Қолымызда шыпыртқы қамшымыз бар, манағы түйемен арпалысып солай өмір кештік. Енді оралбайларға мына отырған мақсаттар, бұлар өздері құрдастар, замандастар. Бұлар енді адамның денсаулығы, өмір үшін күресіп жүрген адамдар ғой. Біздер бұлардың жұмысына риза боламыз. Рахмет Тихон аға. Енді бүгін хабарымызға елімізге белгілі біздің өңіріміздің дирижері Еркін ағамыз арнайы шақырған едік. Еркін аға рухани інісі ретінде сізді таныстыруға болатын шығар. Өйткені осы кезге дейін үзеңгілес болып жүруіңізге осы өнер ғана себепкер. Ағамыздың бірнеше әндеріне партитура жаздыңыз. Солай ғой? Алғашқы танысуымыз өзі Алматыдан басталды. Жалпы 91 мен 2001 жылдары мен Алматыда оқуымды консерваторияда болды. Содан кейін Құрманғазы атындағы оркестрде жүргенде таныстық. Концерттерді қалдырмайды Құрманғазы атындағы оркестрдің. Мәдени шара. Мәдени сол шараларға араласып жүретін біздің осы Тұяқ Шамилов деген марқұм ағамыз сол бізді ортақ таныстырғанда осы концерттен қалдырмай келетін. Әсіресе сол өзінің жерлестерін. Өйткені біз Құрманғазы оркестрінде енді ана жерде бүкіл республикамыздың әр облысынан жиналған жігіттер бір бас қосылады ғой. Сонда концерттерде әсіресе мынау батыстың күйлеріне, батыстың әндеріне келген кезде бір публикадан сондай жарқын, керемет бір поддержка көріп атамыз да, сөйтсе сол Оралдың жігіттері екен. Қошамет, қолдау білдірді. Өте керемет қолдаулар білдіретін. Одан кейін осы Оралға 2001 жылы біз көшіп келген кезде Оралбай ағалар да сол уақытта келген екен. Осында келгенде тығыз шығармашылық байланыста болдық. Біз анау филармонияның Орал саз ансамблімен көптеген әндерін түсірдім мен. Соның ішінде Орал Ақжайық жинағымыз шыққан кезде осы Ақжайыққа, Оралға байланысты әндерін сонда партитурасын жасадым. Бізге осы қазір енді елімізге танымал Астанадағы Астана опера театрының әншісі Айзада Қапонова деген қарындасымыз сол кезде бірінші орындады. Ол кезде осында біздің пединституттың музфагының студенті болатын, әлі ешкімге танымал емес. Сол тым тәуір орындады. Одан кейін ол радиоға жазылды. Сосын оның канты түріндегі жинаққа кірді партитурасы. Сонымен бір күндері естісем, жаңағы Айзада осындағы оқу орнын бітірген. Енді бір жоғары оқу орнын бітіргесін екіншісіне тапсыру үшін Астанадағы музыка академиясы, ол кезде қазіргі өнер университеті. Сонда ол енді платный оқиды екен, ақылы түрде. Соған қаражаты болмапты. Жаңа ағаларым Оралбай ағайының көп қырларын айтып отыр ғой. Мен сонда бір азаматтығы, ана Айзадаға өзінің қызындай қамқор жасап, соның ақылы несіне оқуға түсуге ақшасын осы кісі демеушілік жасап, соны оқуға түсірген екен. Сонда енді қарап отырсаңыздар, қазір елімізге танымал әнші егер сонда оқуын әрі қарай жалғастырмаса қалай болар еді. Сонда Оралбай ағамыз сол қамқорлық, ағалық қамқорлығы тек қана өзінің әнін орындағанына қарай емес, жалпы әншілігі. Қазіргі кезде біздің сол Айзадалар елбасының шетелдегі сондай сапарларында үлкен сахнада сондай неде өнер көрсетіп жүрген, біздің қазіргі жұлдыздарымыздың бірі опера саласында. Енді Оралбай ағамыздың алғашқы әндерін шырқаған осы Мақсұт Қабышұлы басқарған медициналық колледж студенттері болатын. Жаңа айтып отырған негізінде біздің облыстық Ғарифолла Құрмағалиев атындағы филармонияның әншілері Қанатқали Қожақов ағамыздың немесе Майра Хайдарованың да репертуарда ағамыздың бірнеше әндері бар. Дегенмен де ең алғаш ағамыздың әндерін сахнаға шырқап алып шыққан
студенттер болса, тыңдаған тыңдармандар мақсатқа өздеріңіз ғой, солай емес пе? Сол шәкірттердің бірі Гүлжихан Саматқызы бүгін біздің ортамызда. Гүлжихан негізгі бітірген мамандығы медициналық жаңа колледж болғанмен де, Гүлжиханның бойында осындай әншілік қабілетінің бар екендігін сезіп, осындай жоғарғы оқу орнына бар деп жетелеген Оралбай ағамыз көрінеді. Осы медицина колледжінде оқып жүргенде ол кісі бізге психиатрия сабағынан сабақ берді. Сосын осылай жаңағы ән жазатын менің енді болады ғой, жаңа колледжде мерекелік кештерде ән айтатынымды көріп, сосын бірде жаңағы осы оралым әнін ең алғаш рет ұсынған болатын маған. Енді басында енді абдырап қобалжып, енді мен кәсіби әнші емеспін, медицина колледжінің тек студенті ғанамын. Бұл әнді қалай алып шығамын, және опера әншісінің жаңа дауысына, сопрано дауысына келетін ән қиын, жаңа жоғары нотада. Онымен деген әйтеуір енді көңілден шығайын деп тырысып алып шықтық. Қазірде осы әнге жаңағы әнді жаздырып айтып жүрміз. Осы әннің жаңағы екінші орындаушысы болсам да өте қуанам осы әннің орындаушысы болғаныма. Содан кейін жаңа Жұмағаным апамызға барып тыңдатып даусымды. Одан кейін ол кісілер жаңа даусы бар екен деп құптап, кейін осы өнер институтына жаңа сырттай музыкалық білім бөліміне түсуіне үлкен септігі тиді осы ағамыздың. Бұл кісінің ішінен лирика ол сезіліп тұрады. Қанша дегенмен өзі жүрегі нәзік кісі екен. Сол музыкалық несіне жаңа қолтаңбасынан білуге болады. Жалпы біздер екеуміз медицина қызметкер болғанмен де, осы Оралда болып жатқан қандай концерт болсын, қандай келген театр болсын, қандай шақырылған қонақтар болсын, сол театрда егер архивті қараса, осы телевидениеде, сонда отырған тек қана Оралбай екеуміз. Ал мына медицина колледжінде студенттерімізде мен өте көп көңіл беремін. Сол себептен де бұл Оралбайдың колледжге келгені маған өте тамаша болды. Тек қана өзім емес, екінші дәрігер жаңағы өгендерге көп көңіл бөлетін. Сол себептен де бізде өте көп уақытымызды жастармен өткіздік біздер. Мен дәрігерлерді сыйлаймын, құрметтеймін, жаңа сын көзбен де қарап жүрем дедім ғой. Бұлар кітап оқи ма, өнерге, концертке бара ма деп. Мақсат айтып отырған дұрыс, екеуі барады, тағы бір адам бар. Ахметов Бақтығали деген жасы бұлардан да қайда үлкен. Ол да ғұмыр қалмайды. Рухани дүние деген ол қуат, энергия кім-кімге де керек нәрсе. Оның үстіне бұлар сияқты жастарды оқытып жүрген ұстаздарға да керек қасиет. Сондықтан оны әрқашанда сол бағыттарыңыздан айнымай, 70-ке толдық екенді қисая кетпей, жалғастыра берулерің керек. Біраз әндеріңіз біздің өңірімізге белгілі талантты әншілердің репертуарында жүр. Ең бір қазақ радиосының алтын қорында сақталған жалғыз сәт деген әніңізді бүгінгі таңда өзіңіздің шәкіртіңіз Гүлжихан Саматқызы орындап жүр екен. Ендеше сол әнменен бүгінгі хабарымызды қорытындыласақ. Жаным-ау сен алдымнан кім
ғажайып бір от бар екен, жандырып кімді қарып тоқтар екен, жалғыз сәтте жанымды дір еткізді, одан басқа сыйларың жоқ па бөтен. Сақ-сақ көңіл не деп кеттің, қасиеттің кереметі, құнын қалай төлемекпін. Сақ-сақ көңіл не деп кеттің, қасиеттің кереметі, құнын қалай төлемекпін. Казталовка ауданына қарасты Мирон деген кішкентай ауылда қарапайым отбасында дүниеге келген Оралбай Сату бүгінде табиғи талант, ерен еңбек, қарышты қарымның арқасында қазақтың ән өнеріне өз үлесін қосып, лайықты бағасын алған жан. Ендеше ағамызға шығармашылық табыс тілей отырып, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Арнада амандық пен жолыққанша.